Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қаз дауыстар арнасына қош келдіңіздер. Қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Егер де видео ұнаса, каналға жазылып лайк баса кетіңіз. Біз бастаймыз. Бұл өмірде жақсы ақша тауып, қыдырып, шалқып өмір сүргеннен де маңызды нәрсе бар. Ол бұл өмірде лайықты өмір сүру. Адам ішкі жан дүниесімен жеңімпазбын деп мойындағанда ғана жеңіске ие бола алады. Өзіңе төленгеннен де артық жұмыс жаса, сонда жасаған еңбегіңізден артық ақы төленеді. Қалтаңыздағы ақша, киінген киімің маңызды емес, өйткені жетістік ұмтылған адамға ғана бұйырады. Біреуге ақыл айту әлемдегі ең арзан нәрсе. Біреуден ақыл сұрап көр, басыңды ақылмен қаптап тастасын. Кеңесті тек шынын айтатындардан ғана сұра. Ол сені жаншып ауыр тисе де, бос мақтан сені алға ешқашан сүйремейді. Мәселені күтпеңіз. Ол әрқашан күткеніңдей болады. Сәтсіздік қу, өзіндік әзілдейтін қыры бар әккі нәрсе. Ол сізді жетістікке бір қадам қалғанда жолдан тайдырғанына қатты қуанады. Жетістіктің жоғары сатысында ешқашан топ болып ешкім тұрмайды. Біздің ақыл ойымызда біз өзіміз қойып қойғаннан басқа ешқандай шектеу жоқ. Егер сіз біреудің абыройына кір келтіргіңіз келсе, дауыстап айтпаңыз. Суға жақын, құмға жазыңыз. Анық көрінген нәрселер бізге әсер бермейді, бізге құпия керек. Шеберлік тек қайталап жаттыққанда ғана келеді, ал көбісі нұсқаулықты оқудан әрі аспайды. Сенім сәтсіздікке қарсы жалғыз дәрі. Ақшасы аздар біреудің ақылына жүгіруге құштар. Сіз жетістікке ұмтылған сайын ол жақындай түседі. Көбісі жеңіске бір қадам қалғанда беріледі. Бұл қадамды басқалар жасайды. Сен нені ойласаң, сен сол адамсың. Жетістіктің жолы ол әрқашан білім іздеп үйрену жолы. Кедейлік біздің жалқаулығымыз бен алаңғасарлығымыздың нәтижесі. Бір нәрсеге ие болмас бұрын, бір нәрсе құрбан ету керек. Бақыт ақшада емес, тек ақша ғана бақытқа жеткізіп, шаттыққа бөлентіп, жан тыныштығын тапқызып, ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Егер де сіздің жан құмарлығыңыз барлық күшіңізді жеңіске жетуге бағыттаса, шегіну керек емес, жеңіс алдын ала жоспарланып қойылған. Ұлы адамдардың көпшілігі өзінің ұлы істерін ауыр сәтсіздіктерден кейін бір ғана қадам жасады. Мүмкін емес деп кім айтты? Қандай ұлы істері оларға басқаларға баға беруге мүмкіндік берді? Қашан адам өзін аяп, ақтала бастаса, ол біртіндеп өле бастайды. Білім байлыққа бастайтын жолды ашады. Алайда қандай жолмен жүру керектігін білуіңіз керек. Біз түсінбейтін нәрсемізге сенуден бас тартамыз.